Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Кенесары Наурызбай жыры. Оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау, әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. Пәнаралық байланыс, Қазақстан тарихы, қазақ тілі. Нысанбай жырау Жаманқұлұлы. Нысанбай Жаманқұлұлы атақты ақын, жырау, қазіргі Қызылорда облысы Жалағаш ауданында дүниеге келген. Нысанбай жыраудың атақты еңбектерінің бірі Кенесары Наурызбай жыры. Найзасы мен қобысын қатар ұстап, Нысанбай жырау көтеріліске бастан аяқ қатысып, көрген білгенін жырға қосқан. Қайғылы оқиғаның қызығы мен қайғысының ортасында болған ақын дастанды шындыққа ғана құрып, кестелі тілмен суреттей жазған. Кенесары Наурызбай жорығы туралы кейінгі талай ақын түрлі өлең шығарса да, дәл Нысанбай жеткен өріске жеткен емес, дейді Мұхтар Әуезов. Дастанның тақырыбы Кенесары Наурызбай бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тарихи сипатын таныту. Идеясы ұлт-азаттық көтерілісі кезіндегі халықтың жан қиярлы күресін, қол бастаған батырлардың ерлік істерін даралау, мінездеу. Кенесары Наурызбай жырының сюжеттік жоспары. Оқиғаның басталуы Кенесары Наурызбай бейнелеп, байланысуы Наурызбай батырдың топжарған атының ұрлануы. Дамуы Кенесарының дулаттармен келісе алмауы, қырғыздарға шабуылы. Шиеленісуі қырғыздардың беріспеуі, Кенесарының інісі Ержанның тұтқынға түсуі. Шарықтау шегі Наурызбайдың батырларды ертіп жауға аттануы. Шешімі қазақтардың жеңіліске ұшырауы. Кенесары Қасымұлы 1802-1847 жылдар өмір сүрді. Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Көкшетау өңірінде дүниеге келген 1841 жылы Кенесары хан сайланды. Саясатының басты мақсаты қазақ хандығын қалпына келтіру болды. Мемлекет пен оның әскерін нығайту жолдарын жетік білетін мұсылмандық құқық ережелерін бекітті. Қазақ хандығының 1837-1847 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалысының көсемі. Кенесары ханның ел басқару тәсілі. Қазақтардың ежелгі тәуелсіздігін қалпына келтіріп, қазақ мемлекетін құруды көздеген Кенесары сот ісіне реформа жасады. Билер сотын қалпына келтірді. Сауда қатынастарын нығайтты. Мемлекеттің әскери күшін қалыптастыруға назар қойды. Хан кеңесі құрылды. Кенесары ханның әскері 20 мың сарбаздан тұратын, әрі жауынгерлік қабілеті күшті тұрақты әскер жасақтай алды. Әскерді жүздіктер мен мыңдықтарға бөлді. Өз әскерлеріне ерекше айырым белгілерін енгізді. Көтерілісшілерді жаттыққан адамдар шақырып, әскери өнерге үйретті. Қару-жарақтар сатылып алынды. Қару-жарақтар арнайы қоймаларда сақталып, алғаш рет шағын зеңбірек жасау жолы қолға алынды. Көтерілістің негізгі мақсаты қазақ жерінің аумақтық тұтастығын Ресей империясынан сақтап қалу. Басталу себебі қазақ жеріне баса көктеп кірген Ресей патшалығының отаршылдық саясаты өз билігінен айырып, бодан етуді мақсат тұтуы. Басты қозғаушы күші қазақ шаруалары, малшылар, егіншілер, старшындар қамтыған аймағы барлық 300 мекені. Әскерді басқарған батырлар Ағыбай, Иман, Сұраншы, Саурық, Жеке, Сажанта сияқты батырлар. Ұлт-азаттық көтеріліс 1837 жыл қараша айында Ақтау бекінісі қазақтарына шабуыл жасады. 1838 жылы мамырда Кенесары сарбаздары Ақмола бекінісіне шабуыл жасап өртеп жіберді. 1838 жылдың күзінде қозғалыс кіші жүзді шарпыды. 1845 жылы Қорған бекіністерін алды. Созақ, Жаңажүле бекіністерін алды. 1840 жылдың тамызында Ташкентке шабуыл жасады. Кенесары бастаған көтерілістің шығуына не түрткі болды? Қазақ жеріне баса көктеп кірген Ресей патшалығының отаршылдық саясаты, қазақты өз билігінен айырып, бодан етуді мақсат тұтуы, басып жаншуы, қазақ жерінің оңтүстік өңіріне
Қоқан Хиуа хандықтарының қысым көрсетуі, салықты арттыруы, осы мақсатта көтеріліс жүргізген Кенесарының әкесі Қасым Сұлтан, бауырлары Саржан, Есенгелді сұлтандардың Қоқан бектерінің қолынан қаза табуы, патша үкіметінің көтеріліске қарсы жүргізген іс-шаралары. 1842 жылы Орынбор генерал-губернаторы Сібірден Сотников тобы аттанды. Бірінші Николай Старшина Лебедевтің 300 казактан тұратын тобын жіберді. 1843 жылы Сұлтан Жантөреұлы, Айшуағұлы, полковник Керн, Бизанов бастаған 5000-дық топ ұйымдастырылды. 1843 жылы көтерілісшілер Сұлтан Жантөреұлының тобын қоршап 44 сұлтанды мерт қылды. Әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. Үйсіздерге үй болған, бей отанның ханасы, шаршағанға ат болып, шөлдегенге су болған Дарияның аққан саласы. Бұл Кенесары хан туралы. Бұл өлеңнен Кенесары ханның бойындағы қамқорлық пен қайырымдылықты білеміз. Топ жарғаннан айырылып, Науан төре сорлаған Кенесары Наурызбай адамнан қорқар ермеді. Кенесары хан мен Наурызбай батыр туралы. Бұнда қайғыру, ашу-ыза, қайсарлықты сезінеміз. Әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. Асаулар үзді шідерді, сыйламай дулат жіберді, сиынып барған елінен Кене хан үзді күдерді. Дегені болмай қалған соң Қабағы ханның түнерді. Бұл Кенесары хан туралы. Бұл жерде араздық пенен кекшілдікті байқаймыз. Ержанды іздеп барайын, асуына шығармай айырып алып қалайын, дейді Наурызбай батыр. Бұл жерден біз табандылық пен батырлықты көреміз. Көтерілістің тарихи маңызы. Кенесары Қасымұлы қазақ халқының есінде талантты әскери қолбасшы, аса көрнекті мемлекет қайраткері ретінде мәңгі сақталып қалады. Хан билігі 300-інде жойылған жағдайдың өзінде ол қазақтың 300-ның басын біріктіріп, қазақ мемлекетін қайтадан қалпына келтірді. Қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ұлттық рухын оята алды. Ресей билігін қатты теңсерткен тұлға хан Кенесары. Берілген етістіктердің мағынасын түсіндіріп, жыр жолдарына сәйкес толтырыңыз. Қорлау, байлану, жер тарпыды, қор болу, сор болу, зорлық көрсету, зорлық тарту, шаншып өлтіру деген сөздер берілген. Яғни осы сөздерді тіркестіріп, жыр жолдарына сәйкес дәптерге жазамыз, толтырамыз. Рапорт тәсілін қолданып, ой толғаныш жазыңдар. Кенесары газет тілшісі оқушы рөліне еніп, оқушыларға, газет оқырмандарына, мұғалімдерге жолдау, мақала немесе эссе жазыңдар. Тақырып: Кенесары ханның болашаққа үндеуі, тарихи маңызды жыр, жырды оқығаннан кейінгі туған ойлар деген тақырыптарды алсаңыздар болады. Үйге тапсырма: қазақ әдебиеті хрестоматиясынан Кенесары Наурызбай жырын толық оқыңыздар. Мұқият тыңдағандарыңыз үшін рахмет.